Жасанды жарық көздері дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сіздер жарықтың табиғи және жасанды көздерін ажыратуды, сондай-ақ жасанды жарықтың қажеттілігін оқып үйренесіздер. Балалар, енді мына суреттерге назар аударайық. Біз сіздермен алдыңғы сабақта жарық көздері дегеніміз бұл жарық шығаратын денелер екендігімен және олардың табиғи жасанды болып бөлінетімен таныстық. Жасанды жарық көздері: аспа-шам, қол шам және май шам. Осылай болды ма, балалар? Табиғи жарық көздері: жұлдыз, ай және жарқырауық қоңыз. Сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп ойлаймын. Өздеріңізді тексеріңіздер. Ал енді балалар, мына екі суретке назар аударайық. Балалар, осы суреттерде біз атап өткен жарық көздері бар ма? Қандай жарық көздерін көріп тұрсыңыздар? Олардың қайсысы табиғи жарық көзі, қайсысы жасанды жарық көзіне жатады? Бірінші суретке қарайық. Иә, бірінші сурет жарық. Күндізгі уақыт. Демек, аспанда күн бар. Ал күн қандай жарық көзіне жатады? Әрине, күн табиғи жарық көзі. Ал бұл суретте сонымен қатар жасанды жарық көздері де бар. Олар бағдаршам жарығы және көлік жарығы. Енді екінші суретке назар аударайық. Бұл суретте кешкі мезгіл бейнеленген. Мұнда қандай жарық көздері бар? Электр жарығы, көше шамдары, көлік жарығы және адам қолындағы қолшам жарығы. Сонымен қатар табиғи жарық көзі де бар. Ол аспандағы жұлдыз. Екінші суретте жасанды жарық көздері көп. Себебі бұл кешкілік уақыт. Жасанды жарық көздерін қараңғыда жарық болу үшін қолданады. Міне балалар, біз жасанды жарық көзінің маңыздылығын түсіндік. Ал осы жасанды жарық көздері қалай пайда болған екен? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Ежелде адамдар жарықты қажет еткен. Соның нәтижесінде отты пайдалана бастаған. Ал кейіннен 15 ғасырда Лондонда алғашқы көше шамдары пайда болды. Оларды арнайы шырақшы кешкілік мезгілде қолмен жағып отырған. Кейіннен 19 ғасырдың соңына қарай электр шамдары пайда бола бастады. Осылай электр шамдары тоқпен іске асып, әртүрлі пайда бола бастады. Міне балалар, мына суреттерде жасанды жарық көздері көрсетілген. Осы жасанды жарық көздерін сіздер көріп жүрсіздер ме? Бұл жарық көздері не үшін қолданатынын білесіздер ме? Бірінші суретте аспа-шам. Бұл бөлмені жарықтандыру үшін қажет. Екінші суретте шамшырақ. Ол кемелерге жол көрсету үшін керек. Үшінші суретте көше шамдары. Ол кешкілік уақытта көшеге жарық беруге пайдаланады. Төртінші суретте белгі беретін құрал.
жарықты түсіру мақсатында қолданады. Міне балалар, бұлардың барлығы да жасанды жарық көздері. Оларды адамдар ойлап тапқан. Жасанды жарық көздерін адамдар күнделікті тұрмыста күн сайын пайдалануда. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды сіздер қаншалықты меңгерді екенсіздер? Соны тексеріп көрейік. Мен бастаймын, сіздер аяқтайсыздар ойыны. Жарық көздері? Дұрыс. Табиғи жасанды болып бөлінеді. Күн, ай. Бұлар табиғи жарық көздері. Ал аспа шам, шамшырақ. Бұлар әрине жасанды жарық көздері. Адам ойлап тапқан жарық. Бұл жасанды жарық көздері. Біз қалаған уақытта қай жарық көзін көре аламыз? Дұрыс, жасанды жарық көзін көре аламыз. Жарықты қолмен ұстай алмаймыз. Тек көре аламыз. Міне, осы сұрақтарға жауап бере отырып, сіздер жарық туралы білімдеріңізді толықтырдыңыздар деп ойлаймын. Балалар, енді сабағымызды интервью әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Сізге сабақ ұнады ма? Өз пікіріңізді дәлелдеңіз. Бүгінгі тақырыптың сіз үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыз? Бүгінгі сабақта сіздің үйренгеніңіз. Тағы да не білгіңіз келеді? Міне, осы сұрақтарға өз жауаптарыңызды бересіздер. Сіздер бүгінгі сабақта жарық көздері туралы мәлімет алып, олардың түрлерімен танысты деп ойлаймын. Балалар, жасанды жарық көздерін пайдаланғанда техника қауіпсіздігін ұмытпау қажет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.